안녕하세요. 스탠드게 로즈. Менің наконец-то альбомым келді. DNA терең альбомы келді. Мен ұзақ уақыт күттім дегенде өте қатты ұзақ уақыт күткен жоқпын, өйткені менде жұмыс болды. Мен бүкіл жұмыспен жүріп, ары бері жүріп, сөйтіп бұл туралы ұмытып кеттім. Одан кейін маған уведомление келді, типа маған жазды WhatsApp-тан, что уже отслеживаниеға трек номер жіберді, біз уже жібердік дегенде жіберді. В общем, наконец-то ол келді. 2 күн почтада жатты, мен жұмыстан шыға алмадым. Сосын бүгін ғана жұмыстан шығып, әйтеуір дегенде барып алдым. Енді білмеймін қалай болады екен. Мен штативім сынып қалды, сондықтан егер камера қисық болса, өте кешірім сұраймын, егер камера қисық болып тұр. Өйткені штативім менің арзан штатив ала салып едім, ол ұзаққа жетпейді екен, тағы да арзанын алып қайтадан амалдай тұру керек. Өйткені бұл штатив маған уже 4-5 анбоксинг түсіруге көмектесті. Мен корейский 2 альбомым Кореяда тұр әлі. Бүкіл осы пандемияның кесірі. Пандемия болады деп біз ешқашан ойлаған жоқпыз. Сондықтан да ол келе ма келмей ма, мен ақшамды қайтармай, маған альбомымды жіберсе екен деп отырмын. Сіздер білесіздер, Хасунун мен Уиннердің альбомы Remember мен Twilight Zone. Негізі солармен көп күтіп жүрмін, бірақ уже ситуация қандай екенін түсінесің де, одан кейін ол жоқ, әлі де келмейді деп ойлайсың. Енді штативім ұстап тұрған кезде тезірек түсіріп жіберейін. Ашайын мен, өйткені бүгін ғана алдым мен оны. Почтадан алдым. Естірсін көрген жоқпын. Бұл альбом DNA терең. Мынаны жаққа алып тастайын. DNA терең, көріп тұрғандарыңыздай. Мына жерде қойып көрсетейін. Трек-лист тұр. Бері қара, жасыра алмаймын, бөлме, тұманды қала және дауысының қадаты бар. И бұл жерде DNA іздеп тұр. Бірінші альбом, негізі мен 91-ның альбомын тапсырыс беруші едім, бірақ мен үлгермей қалдым, өйткені ол кезде колледжде оқып жүрдім. Колледжде оқыған кейін мен ол кезде тапсырыс беруді білмедім, қалай тапсырыс беру керектігін, және де ата-анам ол кезде рұқсат бермейді ондай нәрсе тапсырыс беруге. Ата-аналардың біздің в общем, өте әдемі. Бұны білмеймін, иллюстрацияны пен жасады деп естідім. Өте керемет. Өте әдемі. Мен қазір ашамын. Ашып көрейін. Бұл негізі қалың екен, мен ойлағаннан да. Матовый какой. Ой. Прямо жерде. Білмеймін. В общем, матовый. Обожаю этот запах. Ненің красканың несі вроде. Шығарған. В общем, мына жерде кішкене. Немене бірдемелер жағып қойған бар. Өте әдемі. Өте әдемі. Just entertainment. Мен бұны корейский альбомдардан көп көретінмін. SM Entertainment, YB Entertainment, YG... Ойбай, айттым ғой мен. Так, қандай Big Hit Entertainment дегендер. Так, ашып көрейін. Вау. Әдемі. Өте әдемі. Так. Вау, иісі. Вот. DNA-ның логотипі және трек-лист. Сол бағана жаңағы артқы жағында мен айттым, терең альбомның. Менің штативім болмай тұр да дұрыс. Қазірақ ашқым келіп тұр, мен келесі уақытқа дейін істегім келмейді. Бұл жерде бері қараның сөздері. Мына жерде әні кім жазылды, сөзін кім жазды, бәрі жазылды. Өздері жазған, обожаю. Фанчант бар, мына жерде underline фанчант деп тұр ғой. Білейін, көрсете алмаймын. Ладно, мына жерден көрсем. Мына жерде underline қисық болып тұр, камера. Ладно, ничего страшного. Underline текст фанчант. Фанчант деп тұр, значит, мына жерде концертке барған кезде мына жерде сөздердің асты сызылған сөздерді фанчантта қолданылады. В общем,
біз көрмеген фотолар бар екен мына жерде. Вау! Красота! Я хочу эти фотки в качестве. Вау! Еге! Что эстетично и красиво. О! Мынаны айтты ғой, иә. Суретін бояуға. Мен бояуға онша емес. Бұрын мен гуашьпен әдемі бояйтын едім. Қазір ондай уже жоқ қой қазір ондай. Әдемі салатқым. Бұл жерде можно что-то бірдеңе жазуға болады деді ғой деймін. Негізі блокнот ретінде қолдануға болады деді. Бірақ мен альбомды блокнот ретінде қолдануға дәтім бармайды. Ол көбінесе маған сувенир ретінде қалатын зат қой. Полканың бәрін толтыруға. Бұл жерде көбісі. Пустойный. Можно армандарын жазуға и арманды орындайтын дәптер деп. Дәптер? Какой дәптер? Блокнот. Сиқырлы блокнот деп. Мына жер жасыра алмаймның сөздері. И тоже фанчанттар бар. Мына жерде мына сөздің асты сызылып тұр. Соны тоже жаттап алып фанчант ретінде айтуға болады. Мына жерде тоже әні тоже жазылып тұр. Сөзі кім жазылған жазылып тұр. Если көрініп тұрса, көрсетейінші. Вау! Әдемі сурет. Прям красота! О май гад! Мен бұлай фанат етпеймін, бірақ. Красота! Вау! Мына образ жасады. Осы образ. Бәсе мына сурет қайдан десем, бұл менің фотосессия екен ғой, альбомның фотосессиясының фотосы екен. Өйткені мен бір группа маған тапсырыс берген. Сол жерде K-pop пен K-popтың әртістер бірге болды. Сол кезде осы концепцияда төртеуінің фотосы болды группа ғой. И мен ойлайтын осы фото қайдан шықты фото. Бұл кезде мен Динаның фанаты емес едім. Вау! Красота! Мен бояй алсам ғой бұны. Бояй алмаймын точно. Менде бір проект бастадым. Мен жарты құралдарын келіп қойдым, жарты құралдарын сатып аламын. Одан кейін менде сол проектімді орындап бастаймын. Ал бұл жерде тоже армандарыңды жазасың, сосын ол орындалады. Бөлме. Мен бөлменің клипін әлі көрген жоқпын. Құдай. Күні бойы жұмыс істейсің, сосын кешке келесің, быт-шыт құлайсың, одан кейін ештеңеге зауқың болмайды, ештеңеге үлгермейсің, қарап, сосын кейін жата қаласың, ертең таңертең тұрасың. Қайта сол одной тоже круг. Жұмыс уақыт оқу біткенше мен осыны бүгін көретін боламын. Бөлме. Бұл жерде тоже. Бұл жерде фанчантты көріп қой. Фанчанты қайда бөлмеде? Бөлмені концертте айтпайсыңдар ма не? Андай. Мына жерде соңында ғана екен. Жүрегім маған естіледі. Ай, боже мой, бөлмені обожаю. Ол жерде тоже сөзі әні жазылып тұр. И пен. Маған басында пен деген ат үйреншіксіз болды да, бір түрлі болған сияқты болды. Одан кейін мен ол атқа үйреніп кеттім. Ол ат ең керемет ат сияқты. Және нейтрон деген аттан аты маған. Рейді. Вау! 5 листті бірін крушить ететін осы. Мен андай қарап отырасың да, клип анау қарап отырасың, сосын кейін беріліп кетесің да бұны несіне, шармына. Потом жоқ, берілмеймін деп отырасың. Бірақ сонда да осы 4 адамнан ең любимый адам таңдау өте қиын. Өйткені әрқайсының өзінің шармы, әрқайсының өзінің харизмасы бар да. И прям өзіне баурап алып кетеді. Мен бірінші рет қазақстанский альбом алып тұрмын. Өйткені 91-дан ғана қолым жетпеді. Қазір заказдан көрдім, ешқандай 91 альбом жоқ екен. Сосын мен маған 91 ең бірінші альбом ұнап еді. Көк түсті, 4 коробкада. Еще тағы бір альбом болды, комикс сияқты. Мен қатты адамдардан өте қызығып, сөйтіп алғым келді. Конечно, завидкалар болды, конечно, бірақ Ama çok kayıtasını bir masa gibi. Вау. Прям эстетично. Эстетично красота. Көзін тоймайды.
Уа, өзінде салыпты. Красота. Менде осылай сурет салып үйренгім келеді, бірақ бастайсың адам сияқты сурет салып, потом уақытың болмай кетеді, оқу ана мына дейсің да, сосын кейін вообще ұмытылып кетеді ол. Оған деген мен негізі пандемиядан бұрын менің көп мақсаттарым болды, осыны істеймін деп. Одан кейін пандемия басталды, одан кейін вообще ештеңе істегім келмей кетті. Вообще желание жоқ. Прям круто придумали, бірақ мен альбомның ішіне ештеңе жаза алмаймын, точно. Тәттім бармайды бұған. Мен негізі ойлағам, блокнот дегенде блокнот бөлек ішінде болады деп. И ойладым, фотокарточка ана мынау андай плюшкалар бола ма деп. Бірақ бұл да керемет маған ұнады. Эстетично и очень красиво. Тұманды қала. А бұл жерде бар. Тарайма қалайды ойнайды деген. Қаншан тарай. Мен егер болашақта концертке бара алсам, көре жатармыз. Өйткені мен 91-ның вообще концертіне барған жоқпын. И DNA құрылды, армандап жатсам уже концертке барғым келеді деп. Көп концертке бара бермейтін адаммын менде, өйткені жұмыс анау деп, бірақ енді жұмыс дей бергенше бұндай жерлерге бару керек. Ва, кішкентай. Магне. Мына жерде тоже әні сөзі жазылған. Маған ең ұнағаны осы альбомның өлеңдерін өздері жазған. Это респект. Альбомның әншілер өз альбомын өзі жазса, это очень большой респект. И обожаю просто. И стимул вообще керемет. Маған ұнайды сондай адамдар, өздері альбомын өздері жазсын. И өз әндерін өздері жазған кезде сен уже сол альбомды алғың келеді да. Бұл альбом менде тұрады, өйткені әннің сөздерін олар өздері жазады екен. Неге екенін білмеймін, біз уже үлкен болып баратынбыз дейсің да, сосын дебют жасағанда сенен кіші адамдар дебют жасайды. Особенно кей-поп тақасындай адамдар көп, малышнялар дебют жасайды, сосын мен ой, фанат етпеймін, қайда кетесің де. Иә. Чайсың кетті. Ойбай, менде не привычка, короче, сөздерді қосып жіберу. Сосын кейін адамдар ойлайды, мен специально корейский сөздерді қосып әдейі сондай нелерді істейді деп, вообще-то олай емес. Менде солай не істелмеді. Күшті. Эстетично өте әдемі. Инстаграмдағы да фотоларды қарап отырсың, кстати. Красота. Так, бұл же тоже ары қарай не кетеді. Блокнот деді ма? Матовый қағаздар, иә, матовый. Я менде проект бастадым. Тоже. Бірақ оны мен потом істеп болғанша көрсетемін. Бұл мен өзім дизайнды қалай ойлап табамын, дизайнды қалай істей аламын, мен ойлаған нәрсемді істей аламын ба деген өзім тексеру болып саналады. Сондықтан мен өзімнен ақша шығарып, өзім арзан заттарды алып, солай істеп көруге тырысып жатырмын. Білмеймін, көремін сонда, если получится, мен осы каналға саламын. О, дауысымның қанаты бар. Мен альбомды бірінші естідім, бірінші тыңдадым, и сразу маған альбом сатып алғым келіп кетті. Өйткені мен оған дейін фанат болған жоқпын. Альбомны тапсырыс бердім, одан кейін альбомды тыңдадым. Маған альбом ұнады. Мен оны күнде 4-5 рет тыңдап жүрдім неде, Apple'да подписка арзан ғой. Бірақ Spotify ашылғанында қуанасың, бірақ оның подпискасы өте қымбат екенін үшін. Студенттің қалтасы көтермейді де. Еще енді групповой фото, групповой. Бұл жерде тоже әні мен сөзі, өздері жазған. И маған логотип ұнайды. Бұл логотип емешкем. Бұл тоже соңына қарай пеннің несінде партиясында бар екен. О, деймін. Я групповой фото. Маған больше всего групповой фотолар ұнайды. Қай группаның фотосын сен, маған групповой фотолар ұнайды. Обожаю просто. Көп болса ғой фотолар, маған бар ғой ең заманда фото өте аз. Өйткені маған фото көп болған ұнайды, өте көп фотолар болса, уже қызық та, сол фотоны көргім келіп қайта
альбомды ашып пролистать етіп қарайсың ғой. Бұл фото аз. Бір мембердің 4 фотосы ма? Примерно, я, если общем қарасақ. Біреу, екеу, төртеу-ақ фото ғой. Ары қарай, я понимаю, бұл блокноттердің жасалынған екен, бір күшті. Бірақ фотолар ішінде көп болса, прям келмейді. Бірақ маған осы альбом бұйырған қуанам бар. Предзаказға үлгерді, бірақ топ 100-дің арасына үлгерген жоқпын. Блокнот. Диск. Осындай дискіні проигрывать ететін маған не керек? Устройство. Осындай дискіні алып, сосын қойып қоясың. Андай, ондай устройство бар ғой, бірақ ол өте қымбат тұрады. Шетелдерде бір фанаттардан көргенмін, BTS-дің фанаттарынан көрдім. Альбомды солай не істеп қояды. Диска. First debut mini альбом. Вау, физически емес шығады деп. Негізі тоже күткен жоқ дейді, физически альбом шығады деп. Мама. Бітті. Я керемет альбом маған ұнады. Что-то кішкене тез почекать етіп қалды. Матовый болғаннан ғой деймін, матовый күшті. И ұстағанда да андай. Очень прям несі мағыналы альбом. Өйткені мен бұны рюкзакта ұстап келе жаттым да. Ұстағаннан кейін көрдім қандай қалың екен. Деген уже ожидание, уже ішімде неше түрлі фантазиялар жүріп жүрді. Ішінде не болады екен деген. Өйткені мен көбісін не жасағанын көрдім. Unboxing. Бірақ оларды мен видеосын көрген жоқ, просто сыртынан ғана көрдім да, көбісі unboxing жасаған екен. В общем, мен ссылкасын тапсам астына қоямын, қай жерде тапсырыс бергенімді, негізі жүз интернетте. Конечно, олар үлгермей жатқанын мен түсінемін, мен маған 4 күн бойы жауап келген жоқ. Ондай кезде уже ойланып, уже қобалжып, не деген, қашан жауап береді, сообщениені тексересің, қарайсың, басқалардың жауап алды екен деп, комментарийді қойсың, өзінде қосып маған 4 күн бойы маған ешқандай жауап келген жоқ деп. Сосын түсінесің, конечно, адам көп тапсырыс бергеннен кейін көрініп тұр, топстығы да кіре алмағанымды. Бір жағынан кішкене мұңайдым, бірақ бір жағынан қуандым. Өйткені тапсырыс саны өте көп болды деген сөз деп ойладым. Мен бұны кімнің сторисіне қойып қалдым, бейбітаны. Айтпесе білмейтін де мен ол туралы. Өйткені жұмыс көп, анау көп, мынау көп деп сосын андай фанат болып жүресің да, одан кейін егер де топтан біраз онша жаңалық болмай кетеді ғой, сосын сен де өзің басқа проблемалармен, өзің проблемалармен быт-шыт болып кетесің, сосын кейін аяқ астынан көресің, альбом, я тоже хочу этот альбом. Мен сыртынан көрдім да, я хочу этот альбом, я хочу попробовать его купить деп. Как раз ақша болды, и мен тапсырыс бердім. Денег білмей тұрған кезде. Сосын соқ типа ауырдым, быт-шыт болып. Сол кезде ютубты ашып отырдым да, кешке байқамай мен видеоны қарап қалдым ше. Әрине 91-ды айтпай қойын десін, бірақ 91 есіңе түсті да, өйткені олар да сондай ойын ойнады ғой 91 Space'да. И басып қосып көрдім, маған қатты ұнады. Рейді білетін, мен Black Dial'дың Рейді танимын, қандай танымайтын. Сосын көрдім, маған қатты ұнады. Одан кейін бір күні жатып қалдым да, бірақ ауырып тұра алмай. Сосын кейін несін көрдім. DNA Memory'ді көрдім. Көрейінші, не екен, қалай екен деп. Бүкіл сериясын бір күнде көріп бітіріп тастадым да, сосын альбомды тыңдадым, дауыстарын да тыңдадым дұрыстап. Енді уже білесің ғой, кім қандай партияны кім айтатын, группадағы адамдар кім. Бірақ мен тез жаттап алдым тиктоктан кім екенін. Рейді танимын бұрыннан, и қалғандарын жаттадым. Сосын қайсы кім, қай жылғы екенін, ана кімпен мен общем несін көріп, жасын көріп, ойбай деген соң. Енді макнелар, олар кішкентайлар, кішілер болған. Бірақ нелері олардың екеуінің аурасы, екеуінің. Енді кішілер сондай болады ғой, сүйкімді, қылықтары да сондай болады, сондай
үлкендерін уже білесің, уже көрініп тұр да қайсысы, бірақ уже көрініп тұр дегенде онша айта алмаймын. Мен в общем солай мен жақында фанат болдым. И фан парақшаларды көрдім. Фан парақшалар өте жақсы жұмыс істейді. Мен де біраз неге белсенді чейнсқа қатыстым. Одан кейін менде уақыт болмай кетті, жұмыс анау мынау деп, сосын кейін менде жарайды қойшы дедім да. Өзімнің уақытым болған кезде деп арасында активно мен стрим жасап жүрдім. Бірақ маған ұнады, это маған удовольствие келді сол стрим жасаған. В общем, альбом өте керемет, мен бұны полкаға қоямын деп. Менде полка жоқ үйде, сондықтан да шкафқа біраз уақыт қоя тұрамын. Бірақ арасында ашып, может арманымды жазып, может мына жерде жабыстырып қоямын ба деп ойлайсың. Енді маған да ота сөз жоқ, маған осы ота ұнады. Сөз жоқ керемет. Берік қара маған ұнады. Маған ең бірінші альбомда ұнаған өлең айтайын ба? Жасыра алмаймын. Ол кезде лирикс шықпай тұрды, лирикс видеосы шықпай тұрды, визуализациясы шықпай тұрған кезде. Одан кейін аудиовизуализациясы шықты, вау деген сол бөлмеге де шықты. В общем, неше мына жерде 4 өлең ба, 5 өлең ба? 5 өлеңнің жасыра алмаймынға шықты. Бері қарамен даусым қанатылар. Үмітім бар солар шығады деген. Күшті маған ұнады. Мен неге 4 сурет деп айттым? Біреу, екеу, үшеу, төрт, бесеу екен. Біреу, 5 сурет екен. Маған ұнады. Күшті. Керемет. Қуанышымды жеткізе алмаймын. Осы обед кезінде жүгіріп барып алып келдім. Обед кезінде ерте шығып кеттім да, бастығынан соң, пожалуйста, можно бар келіңізші, почтадан алып кетуім керек дедім да. Сосын еще маған проект жасау үшін маған 2 құрал жабдығы келді. И соны қоса бірге жақын болғаннан бірге барып алып кеттім да. Сосын кейін обедке келіп, обедтен жұмысқа келдім. Жұмыста тоже ми ашу, анау мынау, жаңа оқу жылы сондай. В общем, аяқтаймыз. Көпшілік етін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менімен әлі де бірге боласыздар деген үміттемін. Лайк, подписка күтемін. Рахмет, сау болыңыздар.